Баршаңызға қайырлы күн. Өте дәмді салат дайындайтын боламыз. Салатқа қажетті қызылша, шампиньон, брынза, чеснок, бальзамды крем, зайтун майы. Шампиньон саңырау құлағын жіңішкелеп тураймыз. Табаға май құйып, саңырауқұлақтарды қуырамыз. Қуырылған саңырауқұлақты майынан сүзіп аламыз. 2 қызылшаны күштен өткіземіз. Брынзаны үлкендеу бөліктерге бөлеміз. Тәрелкеге шпинат жапырақтарын орналастырамыз. Қызылшаның соусына 1-2 түйір сарымсақ, 1 ас қасық зәйтүн майын және бальзамды кремді қосып араластырып, салатымызды тәлкеге саламыз. Салаттың бетіне қуырылған шампиньондарды орналастырамыз. Салаттың жанына брынзаны қоямыз. Келесі видеоны көру үшін қоңыраудың суретін басып қойыңыз. Салаттың бетін бальзамды креммен әсемдейміз. Астарыңыз дәмді болсын.